сүйсем де аңсатады алақаның аялы, еске салып сәби күнді баяғы. Айналайын деген сөзің жүрегімде анашым мәңгі қалады. Асыл ана жаулығы желбіреген, асыл ана жүрегі елжіреген. Асыл ана жаулығы желбіреген, асыл ана жүрегі елжіреген. Анашым асыл анам, есіл анам, елжіреп есіркеймін есім алам. Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді ақтамасам боп жүрмін, несіне адам. Аяулы ана, ардақты әже, туған туыспен құрбы құрдасқа сыйлы, кең пейілді, мол мейірлі, Алласын ардақтап, ұлтын сүйген ұлағатты ұстаз Жадыра Екей қызы 1944 жылдың 11 мамырында Алматы облысындағы Іле ауданының Еңбек ауылында дүниеге келді. Әкесі Екей мен анасы Шәрбанның аялы алақанында тәрбиеленген Жадыра кішкентайынан әдепті, ақылды, кішіпейіл боп өсті. 1950 жылы 6 жасында мектеп табалдырығын аттап, 1960 жылы 10 сыныпты жақсы аяқтады. Сол жылы Абай атындағы Қазпи-дің физмат факультетінің физика және химия бөліміне оқуға түсіп, 1965 жылы бітіріп шықты. Ұстаздық өмірін Іле ауданындағы Николаевкада, қазіргі Жетіген ауылындағы орта мектепте физика және химия пәндерінің мұғалімі ретінде бастады. 1968 жылдың 10 тамызында Бекен екеуі азан шақырып қойған аты Жылқыбекпен қол ұстасып шаңырақ көтерді. Жадыра 1968 жылы үлкен отбасына екінші келін болып түсті. Содан күні кешеге дейін бірге жүріп, бірге тұрдық. Бір ауылда жүрмегенменен екеуміз жиі қатысып, хабарласып, балаларымызды ары бері жүргізіп жүретінбіз. Ол келген кезде біздің үйде үлкен қуаныш той болушы еді. Балалар жүгіріп ойнайтын. Екеуміз өткен кеткенді айтып әңгімелесетінбіз. Сен не деп көрген жоқ маған. Алдымнан қия өтті. Дастарханның басында қатар отырсақ, тәте сөйле, тәте сөйле. Тәте сіз айтыңызшы деп қоюшы еді маған. Жадыраның алдына түсіп ап, сөйлеп жүріп беретінмін. Жадыраның маған жасаған жақсылықтары бар ғой. Не айтайын? Екеуміз бірге кәртайып, осы балалардың бар жақсылығын бірге көргенімізде болатын еді. Өмірінің естен кетпес қызық шақтары студент болған кездер емес пе? Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзіммін артып. Жауыздың барып жанына уәзір болғанша, достардың бар бауласында өлген мың артық. Мұқағали Мақатаев. 1960 жылы Абай атындағы Қазақтың педагогикалық институтына оқуға түстік. Содан бері білеміз. Бірге оқыдық. Адамның қадір қасиетін білу үшін көп уақыттың қажеті жоқ. Жадыраның жақсы бір қасиеті елмен тез тіл табысатындығы. Ұйымдастырушылық, парасаттылық, қарапайымдылық, кішіпейілділік қасиеттерін көрсете білді. Сондықтан да жолдастарының арасында өте беделді болды.
адал дос болды. Мінекей біздің Жадырамен танысқанымызға жарты ғасырдан артық уақыт болды. Жұбымыз жазылмай келеді содан бері. Жақсы жолдас болдық. Өмірдің қызығы мен шыжығын бірге өткіздік. Жадыра туралы өте көп айтуға болады. Өте ақ көңіл, қонағын құшағын жайып, Бекен екеуі жолдасы, Бекен екеуі қарсы алатын. Иығынан қағып, көшеге дейін көңілді болып шығарып салатын. Дастархандары ылғи ашық болатын. Сол қасиеттері өздерінің балаларына дарып, қазіргі кезде балалары да қонақжай, ылғи дастархандары жиылмай келеді. Жадыраның бір қасиеті, ол өзін ойламайтын, көбінесе өзген ойлайтын. Бір адамның басына мұқтаждық болса, немесе басына бір қиыншылық түссе, соған ылғи көмектесуге дайын тұратын, көмектесіп те келетін. Өзінің бойындағы ізгі қасиеттерінің барлығын балаларының тәрбиесіне жұмсады. Балаларының немерелерінің қызығын қызықтап өмірінің соңына дейін бақытты өмір сүрген абзал ана. Өмірінің соңына дейін балаларының, туған туыстарының, жолдастарының тілеу, Алладан тілеуін тілеп, ең соңына дейін осылар жақсы болса, мен де жақсы боламын ғой деп өмір сүріп келді. Осындай ізгі жан еді. Міне бір жылдай уақыт өтті, дүниеден өткеніне, сонда да Жадыра біздің көз алдымызда, ылғи ұмытпаймыз. Оның сөйлеген сөзі, күлген күлкісі, жүрген жүрісі, барлығы біздің көз алдымызда. Сондықтан да болар, ол соңғы күндері оның жанында болғанымызда бізге өзінің сырын айтып, бұл дүниеден барлығымыз өтеміз. Біреуге ерте келеді өлім, біреуге кеш келеді. Сондықтан ешқандай мұңаймаңдар, бақыл болыңдар, жыламаңдар көп деп бізге ақылын айтып, өзі кетіп бара жатса да бізді ойлап, өздерің күтіңдер өздеріңді. Мен балаларымды сен екеуіңе тапсырдың деп осы Жақан екеумізге тапсырып кетті. Өмірден өтер кездегі соңғы тілегін айтты. Балаларым тату-тәтті өмір сүрсе екен, бір-біріне ынтымақты болса екен, үлкені кішісіне қамқоршы болса екен, кішілері үлкендерін сыйлап өтсе екен, егер осы орындалса менен артық бақытты жан жоқ бұл дүниеден деп соңғы өсиетін айтып кетті. Жан досым, жаның жәннатта болсын, жатқан жерің жайлы болсын, Алладан рақым, пайғамбардан шапағат тілеймін. Жақсы жат, Алла алдыңнан қорқытпасын. Жадыраның біздің арамызда жоқтығына сондай шыдай да алмаймыз. Енді амал жоқ, басқа түскеннен кейін бәріне көнеді екенсің. Сондай жүрегіміз сыздап, есімізге алған кезде Жадыраның барлық тіршілік тірі кезіндегі барлық істерін ойымызға алсақ, жүрегіміз әрине жылайды, сыздайды. Енді амал жоқ көнбеске, көнеміз. Бұл енді өмір ғой. Тек қана балалары аман есен болса екен, өсіп өне берсе екен дейміз. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен. Жадыра екей қызының өмірдегі басты мұраты да елге, айналасына, ағайын туысқа жақсылық жасау болатын. Енді мынау Жадыра десек, көп нәрсе ойға түседі. Себебі біздің жастық шағымыз үйленгеннен бастап, балалар өсіп, өніп, немерелі болып, солардың тойларында, қызықтарында бірге болып, көп қызық өмірді басымыздан кештік. Ата-анасы Жадыра деп текке қоймаған атты. Аттың өзі адамды алға жетектейді. Сондықтан сол Жадырамыз өзінің атына сай, өз ортасында қандай жағдайда болса да өзі жадырап отырған жұртты жадыратып жүретін азаматымыз еді. Оның ойында, іс-қимылында көбіне адамға деген жақсылық жасау, ағайын туысқанға көмек көрсету, қолғабыс мүмкіндігінше жақсылық жасау. Әрине біз енді
біздің есімізден шықпайды. Біз ары қарап солардың жасаған жақсылықтарын, істерін, мінездерінің, тағы да басқа жақсы жақтардың барлығын әрине біз ортамызға кейінгі ұрпаққа айтып отырамыз. Жадыра маған туған нағашы апа болады. Оның әкесі мен менің шешем бір туған. Кішкентайынан ол алғыр болатын. 5 жаста газеттерді судыратып оқитын. Ол енді ол уақытта басқа балалар әріпті білмей жатқанда, ол Жадыра газеттерді оқып жүретін. Сауаты сондай жоғары болатын. Мектепті де жақсы бітірді, институтты да жақсы бітірді. Содан кейін мынау Николаевкаға келіп, мектепте, Қапарағаның мектебінде белгілі ұстаз болып, барлық балалары, өзінде оққан балалары осы күнге дейін сол Жадыраның атын атап, сол Жадыраның оқытқан жақсылықтарын ылғи да ұмытпай осы атап жүреді. Және де айта кететін, Бекен екеуі ақ жарқын адамдар еді. Үйлерінде тола қонақтар, есіктері ешқашанда жабылмайтын, дастархандары жиылмайтын, қонақ жайы адамдар еді. Өздері сол қонақ шақырғанда екеуі де жақсы өлең айтатын, екеуі де келген қонақтарын құрметтеп, сыйлап шығарып салатын. Балалар да сол әкесі шешесіне сәйкес болып, Құдайға шүкір де өсіп өніп жатыр, жақсы семья құрып, немерелі болып жатыр. Біз өте қуаныштымыз, сондай жағдайлары өте дұрыс, өте жақсы, сыйлы. Осы өздерінің жора жолдастарының арасында өте сыйлы балалар болып өсті. Сол енді әкесінен, шешесінен алған тәрбиені, сол өмірде көрген тәрбиелерін, сол өмірде өздері қолданып жатыр. Есіктеріне құлып салуды білмейтін, қонақ келсе ақ дастархандарын жайып, астарын ала жүгіретін, ақ көңілде, жарқын жүзді кең пейілді құшақтарын ашып, балаша алдыңнан шығатын Бекен аға мен Жадыра апамыздың бақыт құсы ұялаған шаңырағында 3 қыз, 1 ұл дүниеге келді. Қызын қияға, ұлын ұяға қондырды. Қыз алысып, қыз беріскен құда болды. Біз міне құда-құдағи болғалы қаншама уақыттар болды. О кісінің сондай адамгершілігі мол, жүрегі таза, туысқа деген сондай өзінің бір жеке адамгершілігі басқа жан еді. Тек қана аты есімізде қалды. Қазақта құдаң досындай, құдағың сырласындай болсын деген қағида бар. Жадыра екеуіне маған құдағымнан гөрі сырлас досымдай, сырлас әпкемдей, мұңдасымдай адам болған еді. Қандай жағдай болса да екеуміз бірге шешісіп, бірге мұңдасып, бірге сырласып отыратын адам еді. Менің ойымда қалғаны, біз Өскеменге жиі барамыз жаз кезінде. Сонда жазда үйге кісі таба алмай отырмыз десек, ой Ғалия, сен оған қам жеме, бидай көжені жақсы көруші еді, сосын көжені. Сол көжеңді дайындап қой, мен өзім отырам үйіңді, огородыңды қарап берем, үйіңе ие болам деп бізді емін-еркін қоя беретін жағдай болушы еді үнемі. Енді о кісінің қазір өзі жоқ болса да, сол айтқан сөздері, сол істеген істері, күлген күлкісі, елмен араласқан кездегі жайдары жүзі біздің көз алдымызда қалып отыр. Енді топырағы торқа боп, жаны жаннатта болсын. Жадыра апамыздың жайдары мінезі мен көпшілдігін мынадан байқауға болады. Ол тек құда-құдағиларымен ғана сыйласқан жоқ, сонымен бірге құдашаларымен де жақсы қарым-қатынаста болды. Когда уходят наши родители, это уходит целая эпоха. Тогда, когда они рядом, мы чувствуем себя защищенными, мы чувствуем себя более уверенными. Помните, как тетя Жадыра, когда уже не стала мама, сказала: ну, я теперь сейчас вот одна осталась у вас и за маму, и за Пашку. А теперь ее нету. Напоминает ее курпешки, которые мы увезли с собой в Усть-Каменогорск. Она это все делала для своих внуков, все у нее как-то было запланировано, все рит-ритминин, по плану. Она была очень терпеливая, очень как-то так, все у нее было правильно. Все расписано, наверное, потому что она педагог, расписано по полочкам. И сегодня, когда мы вспоминаем такого светлого человека, как тетя Жадыра, становится очень-очень грустно. Жадыра апамыз шындыққа тура қарай алатын, ақ пен қараны дәл ажыратып, әділдіктің ақ туын желбіреткен ақ ниетті абзал жан еді. Жадыра Тадемус — это моя тетка. И как к родному человеку
мы с ней всегда относились. Мы любили друг друга. Я, наверное, из всех племянников, наверное, был ее любимый племянник. Но она, соответственно, моя любимая тетка. Вспоминая человека через призму своих взаимоотношений, своих впечатлений. Тетка для меня была человеком прямым, неизгибаемым. У нее всегда было свое мнение. Мир для нее делился на белый и черный, для нее не было полутонов. Потеряв ее, конечно, мы осиротели. Мне ее не хватает. Жадыра Екейқызы ұлағатты ұстаз. Бойындағы асыл қасиеттерін, білімі мен біліктілігін, іскерлігі мен шеберлігін жас ұрпақ тәрбиесіне жұмсады. Аға мұғалім, методист мұғалім болды. Қазақ СССР халық ағарту ісінің үздігі, құрмет белгісімен марапатталды. Бір мектепте 40 жылда еңбек етіп, құрметті демалысқа шықты. Мәңгі жарық күн сыйлаған маған, бір адам бар ол өзіңсің ана. Мейірімге бір өзіңнен қанам, жылуды да жүрегіңнен алам. Ардақты ана, аяулы мама. Мы сами всегда делали свой выбор. Мы сами решали, куда нам поступать, чем заниматься. Но я благодарна своей маме за то, что она давала нам большую свободу. Мама с папой искренне друг друга любили. И когда папы не стало, конечно, мама очень часто скучала по нему. Работала все лето на огороде, выращивала замечательные помидоры, овощи. И все эти овощи потом осенью мы все вместе закрывали в банке. Это все делалось для того, чтобы мама говорила: «Конак келгенде, банка наша саламсда кое саламс». И всегда действительно у нас стол был полный. Я думаю, что действительно она прожила очень счастливую жизнь. У моей мамы 3 правнучки. Это другой шөбересін алақаннан май жаласа жанатқа барады деп. Мен ойлаймын, мамам жанатта. Мамам айтатын, арты қайырлы болсын деп. Сол мен де айтам, мамамның арты бәрімізге қайырлы болсын, арты жақсы болсын. Барлығымыздың үй ішімізде тек қана қуаныш болсын. Жадыра Екейқызының жастайынан сүйіп қосылған жары Әбдуалы ұлы Жылқыбек, яғни Бекен ағамыз, осыдан 10 шақты жыл бұрын дүние салды. Марқұм әкелерінің жоғын білдірмей, балаларына тағылымды тәрбие берді, өсірді, бақты, қақты. 12 немере, 3 шөбере сүйді. Әкелерің екеуміздің елге жасаған жақсылықтарымыз міне сендерге жақсылық болып оралып жатыр. Шүкір, тәуба дейтін балаларына. Қолыңнан келсе көмектес. Алланың ризашылығына бөленесіңдер деп ылғи да құлақтарына құйып отыратын. Асыл әжем, ғасыр әжем аңсаған, сағынышым сар ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Больше всех, я думаю, радовалась Апашка моему окончанию в университете, и как я получил отличную оценку за дипломную работу. Я позвонил к ней, ее порадовал. Она очень была довольна, всем рассказывала. Наверное, вот на самом деле больше всего она была рада, даже больше, чем я. Я как-то так сдал и все, порадовался. Она каждый раз это вспоминала, и это очень хорошо, то, что доставляло ей огромную радость. Наверное, это была самая большая ценность моей 5 за дипломную работу. То, что она заставляла ее радоваться. А еще Апашка каждому мероприятию, которое было посвящено нашим детям, ее правнучкам, она шила каждый раз курпешки. И вот у Зереши уже 5 курпешек, а у Мирейки 1. Об Апашке у нас остались самые добрые, теплые воспоминания. Она всегда любила повторять шутку, которая произошла из детства. Когда-то давно она у меня спросила в Николаевке: ты, наверное, Батырбека Ташку любишь больше, чем Бекена Ташку. И я сказал, что ну да, это же он же единственный мой родной дедушка. Она все время повторяла, причем она повторяла, потому что его на самом деле смешно. Она никогда даже не думала обижаться на эту шутку.
А наоборот, она всегда переживала за нас, за меня, за Алибека, за Айтулара, за всех внуков своих, правнуков своих. У нас с Пашкой была достаточно сильная связь. Она могла мне рассказать какие-то сокровенные моменты со своей молодости. А Пашка была моей взрослой, мудрой подругой, к которой я могла прийти после учебы, сесть с ней за стол, выпить чаю и рассказать, как прошел мой день. Она очень вкусно готовила. Она, когда готовила сельпеки, она откладывала пару штук, ложила в пакет и говорила: выходите на улицу и раздавайте детям. Мы их раздавали. Она смотрела на нас в окно и радовалась. Еще я помню, она готовила мою любимую картошку, жареную картошку. Я всегда ее очень любила. И я много пробовала у разных людей, но ее картошка такого вкуса никогда не было. Только у нее. У нее спрашивали, как у нее дела, она всегда говорила, что все хорошо. Даже когда она болела, она всегда говорила, что все хорошо. Я очень рада, что у меня была такая крутая и чудесная Пашка. Спасибо ей за все. Ардақты ана, аяулы әже, қымбатты ұстаз, қадірлі құрбы, ел анасы. Жадыра Екей қызы 75-ке қараған шағында 2018 жылдың 29 қазанында фәниден бақиғаттанды. Зор денсаулық барлықтарына біріншіден. Екіншіден ынтымақ, каждой семье. И друг с другом, все родственники, бала-шағаларымен. Қазақтар салды ынтымақ дейді. Ынтымақ болған жерде бәрі болады. Жұмыстарында табысты болыңдар. Ақшаларың көп болсын. Барлықтарың, мамаларың, папаларың аман есен болсын. Біз сендердің қызықтарыңды көрейік. Сендер біздің қызығымызды көріңдер. Самый главный балаларының қызығын көріңдер. Бақытты болыңдар. Сүйін атын болсы бірде құдірет. Сүйін арым ала деген тәңірге. Жаныңыз жәннатта болсын, пейіште нұрыңыз шалқысын, абзал ана.